Бізде де осындай қорқудың түрі бар. Ол қарапайым өмірдегі нәрсе ол. Мына иманмен байланысты нәрсе емес. Алла тағала сізге белгілі бір дәрежеде өзіңізге бір әл қуат берген. Табысыңыз осындай, үйіңіздегі ризығыңыз осындай. Сосын той жасайтын кезде адамдар не айтады ертең? Кредит алмасақ болмайды, балам. Алмасақ болмайды. Сонда кім себеп болып жатыр? Оған жаңағындай қиындықты, тауқыметті мойнына көтеруге айналасындағы туысқандар ғой. Сонда ондай туыстардың пайдасы не? Сен олардан ұялып күнәға баратын. Адамдар не айтады? Алмасақ болмайды. Дүрілдетіп той. Балам, анандай бір нәрселерді тойда жасайық, ананда шайнекке құйып болса да. Енді адамдар не айтады? Міне, осындай нәрсе әлсіздік деп аталады. Осындай нәрсе болған адам тәуелсіз адам деп танылмайды. Есіңізде болсын. Ол тәуелсіз адам емес ол. Тәуелсіздік керек бағанағы Наджашидің қасынан келген адамдар секілді. Мән бермейді. Біздің ісіміз өзімізге, сенікі өзіңе. Аман бол деп кетіп бара жатыр. Тәуелсіздік. Мақтан тұт өзіңнің Алланың сізге берген ұстанымдарында. Алланың берген ризығы сондай аз болса да, сол ризықтың төңірегіне шақыр ағайындарыңды. Соны мақтан тұт та көрсет. Мұсылманның қиналмайтындығы, тағдырға қандай разылығы. Оны қиналып неше түрін жинап әкеп, олар кеп, о жағдайлары жақсы екен деген өтіріктер не үшін керек? Не керек ол? Құдайдың берген ризығын көрсете алмадың оларға. Мақтан алмадың Раббыңның ризығымен. Оларға жасанды нәрсені жасадың да. Оларға ұнайтын. Көр ертең бұлар қиямет күні сізге не береді екен? Дүниеде де, ақыретте де түк бермейді ондай туысқандар.